Қаныш Сәтбаев ұлт тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі ғана емес, есімі әлемге аян көрнекті ғалым, ірі қайраткер. Әсіресе оның отандық геологияны ғылым ретінде дамытудағы еңбегі ұлан ғайыр. Қаныш Имантайұлы іске асырған іргелі жобалар еліміздің экономикалық жағдайына күні бүгінге дейін оң ықпал етуде және маңызы ешқашан жойылмақ емес. Биыл қазақ даласының ұлы перзенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толып отыр. Қаныш Имантайұлы Қазақ КСР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, Кеңес одағы мен Қазақстан металлогения мектебінің негізін қалаушы, қазақтың тұңғыш академигі. Ол Қазақстандағы ғылыми және техникалық дамудың көшбасшысы болды. 1924 жылы 25 жасында ғалым Қазақ орта мектептерінің оқушылары үшін араб графикасында алгебра оқулығын дайындады. Бұл кітап математикалық білім берудің негізін қалады. Қаныш Имантайұлының есімімен байланыстырылатын тағы бір үлкен жоба ол Қарағанды Ертіс каналы. 50-ші жылдары Қазақстан үкіметі қаулы шығарып, Мәскеу оған келісіп, Қарағанды қаласын жауып таратпақ болған, су жоқ деп. Сәтбаев соның бәрін тоқтатып, Ертістен Қарағандыға канал тартудың жобасын өзі сызып, сөйтіп барып Қарағандыны сақтап қалған. Сол Ертіс Қарағанды каналы қазір Сәтбаевтың атымен аталады. Қаныш Сәтбаев орталық Қазақстанның металл жынысты болжамдық картасын жасады. Ұлы Алыбай өндіріс кенін ашты. Қазақ ССР ғылым академиясының жанынан тарих, тіл институттарын құрды. Жас ғалымдарды даярлау ісімен шұғылданды. 1954 жылы Жезқазғанға келіп, Толағайда үлкен көмір бар екенін айтты. Міне осының бәрі Қаныш Сәтбаевтың зор еңбекқорлығының арқасында дүниеге келді. Қаныш Имантайұлы Шоқан Уәлихановтан жазып алған Едіге жырының мәтінін қайта жаңғыртып, араб және татар тілдеріндегі қазақ оқырманына түсініксіз сөздерден тазартып, қазақ тілінің жаңа орфографиясына сай өңдеген. Сәтбаев Ұлытау өңіріндегі басты тарихи, мәдени және археологиялық ескерткіштерді зерттеуге зор көңіл бөлді. Оның Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері атты еңбегінде Ұлытау өңірінің ежелгі металлургия орталығы болуымен қатар қазақ этносының саяси орталығы екендігі толық дәлелденген. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақстанның индустриялық және ғылыми саласының дамуына қосқан үлесімен қатар тарих саласындағы зерттеулері арқылы да құнды үлес қосты. Сондай-ақ Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасын зерттеу мен сақтауға да үлес қосты. Ол Александр Затаевичтің 500 қазақ әндері мен күйлері жинағына қазақ халқының музыкалық мұрасының 25 әнін өзі орындап, оларға орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген. Қаныш Сәтбаевтың өміріндегі қиын кезеңдері, атап айтқанда 1937 жылы 3 ағасының қуғын сүргін кезінде атылып кетуі, 1951-1952 жылдары ұлтшылдыққа қарсы науқан кезінде Қазақстан ғылым академиясының президенті қызметінен босатылып қудалануы, оның денсаулығына ауыр әсер етті. Академик 1964 жылы 31 қаңтарда Мәскеу ауруханасында 65 жасқа толар жылы дүниеден озды. Қаныш Сәтбаевтың туған күні 12 сәуір Қазақстанда ғылым қызметкерлерінің күні ретінде бекітілді. Сондықтан да ұлы ғалымның есімі қазақ халқының тарихында алтын әріппен жазылған. Қасиетті қазақ ұлтының дарынды ұлдары баршылық, солардың арасынан құзар шыңға ұқсайтын Қаныш Имантайұлының тұлғасы қанша уақыт өтсе де көмескіленбесі күмәнсіз. Қаныштың тынымсыз әрі мақсаткерлікпен нәтижелі жұмысының арқасында Қазақстан геологиясы өндірістік және іс жүзінде ғана қолданылатын ғылым өлшемі шеңберінен шығып, адамзаттың ой әлеміндегі биік дәрежесіне жетті. Сол себепті де ғажайып ғалымның жарқын бейнесі 20 ғасырдың ойшылдарының арасында жарық жұлдыздай жарқырап тұра бермекші.
Бүгінде Сәтбаевтың атында ғаламшар бар. Уранның жаңадан ашылған серігі Сәтбаев планетасы деп аталады. Қала Жоңғар Алатауының мұздағы көлдің жаңа сорты бар. Қаныш Имантайұлының досы геолог ғалым Анконович өзінің ашқан жаңа минералын Сәтбаевит деп атаған. Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында ғалымның өмірі мен ғалыми қызметіне арналған қалдырған ізің мәңгілік атты дөңгелек үстел іс-шарасы өтті. Іс-шараның модераторы гуманитарлық ғылымдар магистрі академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультеті, археология, этнология және отан тарихы кафедрасының аға оқытушысы Әділет Бауыржанұлы Жағапар болды. Дөңгелек үстелге Қарағанды қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері, Қаныш Сәтбаевтың жиен немересі Меруерт Ғинаятқызы Назарова, академик Сәтбаевтың Баянауыл мемориалдық музейінің қызметкері, орталық Қаз жер қойнауы орталық Қазақстан өңіраралық геология департаментінің қызметкері Құсайынова, Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің, Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің және Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжерінің оқытушылары және студенттері, Қаныш Сәтбаев атындағы гимназияның мұғалімдері мен оқушылары қатысты. Іс-шараға қатысқан қонақтар Қаныш Сәтбаевтың өнегелі өмірі туралы тағылымды әңгіме айтты. Сонымен қатар жастар өздерінің жүрегінен шыққан арнау өлеңдерімен және көптеген ақын жазушылардың Қаныш Сәтбаевқа арнаған өлең жолдарын мәнерлеп оқып берді. Қаныш Сәтбаевтың есімі бүгінгі таңда әр жас ұрпақ жүрегінде жатталып, мәңгі есте қалары хақ.